Ажырасудың салдарынан көбінесе әйел күйзеліске түседі деген ұғым бар. Алайда ажырасудың ауыртпалығын оңай өткеретін нәзік жандылар да жоқ емес. Ажырасқаннан кейін күйзеліске түсіп, қиналдым деп айта алмаймын. Мен бұған бұрыннан дайын болдым. Ажырасуға ниет білдірген де өзім. Өйткені ажырассам бақытты болатынымды білдім. Ешқандай да өкініш жоқ. Бұл туралы психологтар не дер екен? Ажырасқан адамдардың барлығы күйзеліске түседі. Тіпті ажырасуға ниет білдірген адамның өзі де. Қанша дегенмен бұл жаңа өмір. Ал оған үйрену біраз уақытты талап етеді екен. Өз-өзіне келу үшін нақты қанша уақыт керегін ешкім кесіп айта алмайды. Өйткені бұл әр адамның ерік-жігеріне байланысты. Мәселен, біздің кейіпкердің ажырасқанына 3 жыл болған. Уақыт өткен сайын Темірбектің уайымы көбейіп, отбасын қайтаруға деген құлшынысы арта түсуде. Егер уақытты кері қайтара алсам, ажырасуға жол бермес едім. Қазір қолымнан келгенше отбасымды біріктіруге тырысып жүрмін. Бұлай болғаны өкінішті әрине, уақыт емші деуші еді. Бірақ керісінше жылдар өткен сайын отбасымның қадірін түсіне бастадым. Жалғыз болудан шаршадым. Уайым жейді мені. Шынар Абілда да жалғыз басты ана статусында. 6 жыл бұрын 3 баласымен жалғыз қалған. Айтуынша ажырасқан үшін күйзеліске түспеген. Тек балаларын ойлап қана қам жеген. Ол өзі өтінді, осылай ажыраса қайтып келмейтіндей бол, үй менікі, бала сенікі деген сияқты. Қазіргі еркіндігімді мен ештеңе айырылсам келмейді әуелі. Үйреніп алдым осындай еркін өмірге. Ажырасуда эмоционалды күйзеліс бағанасымен өлшер болсақ, адамның өлімімен тең құбылыс. Мұндай қиын кезеңнің барлық сатыларын бастан кешпей еңсеру мүмкін емес дейді мамандар. Ажырасудан кейінгі күйзелістің 5 сатысы болады. Атап айтар болсақ, жек көру, ыза, отбасын қайтару әрекеті, депрессия, мойынсыну. Сондай-ақ ажырасқан ер адамның жағдайы хал үстіндегі науқастың күйімен тең екенін шетелдік әріптестерім дәлелдеген. Ажырасудан кейінгі өмір күрт өзгереді. Күйзеліске түскен былай тұрсын, таныс туыстарының сөзі тағы бар. Одан бұрынырақ айттым, мен 1 балада айттым ажырасайық, 2 балада айттым, оған туысқандар көнбеді. 3 балада мен уже ешкімнен рұқсат сұрамай өзім ажырастым. Ағаларыма қиындау болды енді менің қайтып келгенім, олар біраз жыл үндемей жүрді, сөйлеспей жүрді дегенде. Қайтып барар ма екен деп үміттенді де. Мен ажырасқанда таныстарымның бәрі қуанды. Енді сенің мазаңды алып, қайда, кіммен, не істеп жүрсің дейтін тиран жоқ. Енді өз қалауыңша өмір сүре аласың. Айырылысқаның дұрыс болды деді. Әйел адам үшін күйзелістен шығу уақыты 2 жыл дейді психологтар. Олардың айтуынша ер адам үшін бұл уақыт керісінше бостандықтан ләззат алу кезеңі саналады екен. Бірақ 3-ші жыл ер мен әйелдің орны ауысып, әйел өзінің еркін өмірінен қуаныш таба бастайды.